Бұл видеода мен ұялы телефондардың екінің флюорографияның және аллергияның ми ісігінің даму қаупіне әсері туралы айтатын боламын. Мен сондай ақ алдын алу шаралары және бұл ауруды ерте кезеңде қалай жіберіп алмау керектігі туралы айтатын боламын. Мен ең маңызды нәрседен бастайын. Экстракорпоралды платинг бүгінде дүние жүзіндегі көптеген отбасылар үшін жалғыз мүмкіндік және үміт болып табылады. Ашық дереккөздерге сәйкес, Жанна Фриски мен Анастасия Заворотнюк екі хаттамасынан кейін бірден ми ісігімен ауырған. Бұл сұрақ бүкіл медициналық қауымдастықты алаңдатады және бұл сұрақтың жауабы бар. Өйткені әлемде қазірдің өзінде жеткілікті үлкен зерттеулер мен жеткілікті ұзақ бақылаулар жүргізілген. Бұл зерттеуде авторлар екі хаттамасынан өткен 750 мың әйелді онкологиялық аурулардың даму қаупіне әсері тұрғысынан талдады. Жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша эконың онкологияның, атап айтқанда, мидың даму қаупіне статистикалық маңызды әсері жоққа шығарылды. Келесі маңызды сұрақ. Қоғамда шығармашылық адамдар мен жұлдыздар ми ісігімен ауырады деген тұжырым жасалды. Ив Сен Лоран, Жанна Фриски, Михаил Задорнов, Анастасия Заворотнюк және Роман Попов ми ісігінен қайтыс болды. Шығармашылық мамандықтағы таланттар шынымен де қауіп фактор болып табылама, немесе кездейсоқтық. Біз рак клеткаларының бөлінудің бұзылуынан, атап айтқанда, оның дыбысын көшіруден пайда болатынын түсінеміз. Бұл шығармашылық ойдың күші үшін емес. Бұл ақыл ойдың қайғысы туралы романтикаланған мифтен басқа ештеңе емес. Атақты адам ми ісігіне шалдыққанда, бұл туралы бұқаралық ақпарат құралдары кеңінен хабарлайды. Адамдар мұндай жағдайларды қарапайым адамдарға қарағанда жақсы есте сақтайды. Сондықтан, бұл иллюзия нақты эпидемиологияға емес, когнитивті бейімділікке байланысты. Бұл бақылаудың ғылыми дәлелі жоқ. Ал енді фактілер. Мен осы зерттеудің бірнеше слайдтарын көрсетіп, ми ісігі сияқты кең ұғымды олардың түрлеріне бөліп, кейбір заңдылықтарды көрсеткім келеді. Бұл маңызды түсініктеме, өйткені ісіктердің барлығы бірдей әрекет ете бермейді. Бірінші маңызды факт, мидың қатерлі ісіктері өлім-жітім саны бойынша бірінші орында. 50 жасқа дейінгі барлық жас топтарындағы қатерлі ісіктен. Бұл жастардың ауруына ұқсайды. Бұл атақты адамдардың жастығын растайды. Бірақ, әдеттегідей, ерекше жағдай бар. Ісіктің бір түрі бар. Оның даму қаупі жасына қарай артады. Және бұл менингиома. Шын мәнінде, бұл ми ісігі емес. Бұл ми қабығының ісігі. Ол миға жанама әсер етеді. Ол өсіп келе жатқанда, ми құрылымын қысып, ығыстырады. Сонымен бірге ол өте жақсы, агрессивті емес ағымға ие және жақсы емделеді. Нағыз ми ісіктерінің агрессивтілік дәрежесі айтарлықтай өзгереді. Онкологияда ісік пайда болған сәттен бастап, 1-ші, 5-ші және 10-ші жылдық өмір сүру деңгейі туралы түсінік бар. Сонымен, агрессивтілігі өте төмен, қолайлы проблемалары бар ісіктер бар. Ал 10-ші жылдық өмір сүру деңгейі 90%-дан асады. Ал 5 жылдық өмір сүру деңгейі шамамен 5% болатын агрессивті глиобластомалар бар. Маңызды қосымша бар. Барлық ми ісіктері біріншілік, яғни нағыз қатерлі ісік және екіншілік болып бөлінеді. Яғни басқа локализациядағы ісіктерден, меланомадан, өкпе ісігінен және бүйрек ісігінен метастаздар. Менің сараптамамның басты бағыты. Менің артымда жетекші онкологиялық мекемелерде, соның ішінде Израильдің Хадас клиникасында және Еуропалық медициналық орталықта 15 жылдан астам тәжірибем бар. Сіз диагнозбен күресуіңіз керек, немесе екінші пікірді ұстануыңыз керек. Мен сипаттамада консультацияға сілтеме қалдырамын. Темекі шегу, алкогольді ішу, ми жарақаты және басқа да көптеген белгілі канцерогендердің ми ісігінің дамуы тұрғысынан байланысы жеткіліксіз немесе аз. Және қазіргі онкологияда нақты қауіп факторлары ретінде қарастырылмайды. Ұялы телефондардың ми ісігінің даму қаупіне әсері 13 елден 16 ірі онкологиялық мекеме қатысқан үлкен халықаралық зерттеуде бөлік зерттелді. Бұл зерттеуге ми ісігі бар 5000-нан астам пациент және салыстыру топтар қатысты. Бір таңғаларлығы, ұялы телефондарды үнемі пайдалану арқылы назар аударылды. Менингиоманың ғана емес, сонымен қатар глиоманың даму қаупінің жоғарылауы емес, төмендеуі. Сондықтан, ұялы телефонды пайдалану ми ісігінің даму қаупінің факторы емес. Ал қазір не болып жатқанын айтайын. Иондаушы сәулелену бірінші орында. Күнделікті өмірде имитациялық сәулелер табиғи түрде де, яғни фондық режимде де, жасанды түрде де болады. Дегенмен, доза маңызды. Сондықтан, біз қазір көздерді, олардың сәулеленуін және нақты қауіптерін талдаймыз. Біріншісі тарау аймағындағы сәулелік терапия. Бұрын ол аденоидты гипертрофия, сақина құрты немесе гемангиома сияқты
қатерсіз жағдайлар үшін кеңінен қолданылған. Екіншісі, лейкемиямен және екіжүзділікпен ауыратын балалардағы тараудың сәулеленуі. Мұндай балалардағы сәулелік терапия анот 30 жыл бойы мидың қатерлі ісігінің дамуының сенімді дәлелденген қауіп факторы болып табылады. Жапониядағы белгілі жарылыстар мен жоюшылардан аман қалған адамдарда ми ісігінің жоғарылауы байқалды. Чернобыль атом электр станциясындағы апаттар. Бұл қайғылы фактілер бізге асқынулардың пайда болу уақыты мен қатерлі ісіктердің даму қаупі жоғары сәулелену деңгейі туралы білім мен тәжірибе әкелді. Сәулелену мен радиациядан кейінгі глиома деп аталатын диагноз арасындағы орташа уақыт 9-18 жыл болды. Сәулелік менингиомалар үшін аралық әдетте 17-28 жастан асады. Сәулелену кезінде жас ұлғайған сайын сәулелік ісіктің даму қаупі төмендейді. Яғни, ол нәрестелерде ең жоғары, ал ересектер мен егде жастағы адамдарда ең төмен болады. Енді табиғи, яғни фондық сәулелену көздеріне келетін болсақ, радиацияның шекті деңгейі 100 000 қатерлі ісіктердің даму қаупін арттырады. Родон 222 бүтін ол топырақта және гранитке бай аймақтарда анықталады. Жылдық доза 10 миллизиверттен аспайды. Теңіз деңгейіндегі ғарыштық сәулелену 1 миллизиверттен аспайды. Ғарышкерлер мен ұшқыштарда бір жыл ішінде 2-5 миллизиверт болады. Қорытынды. Фондық сәулелену ми ісігі үшін қауіп фактор емес. Тіпті екі еселенген фонмен, мысалы, Ирандағыдай, флюорография, рентген, маммография, көз және тістердің панорамалық суреті. Олардың дозалары слайдта көрсетілген. Бұл зерттеулерді қайталап жүргізгеннің өзінде радиация деңгейі қатерлі ісіктердің даму қаупі жоғары деңгейден әлдеқайда төмен. Дегенмен, маңызды түсініктеме бар. Балаларда мидың 2-3 сканерлеуі ұзақ мерзімді перспективада онкологияның даму қаупін біршама арттырады. Сондықтан, балаларда емес, магнитті резонансты бейнелеуді таңдау әдісі болып табылады. Әрі қарай жүрейік. Тұқым қуалайтын генетикалық синдромдар орталық жүйке жүйесінің барлық бастапқы ісіктерінің шамамен 10% құрайды. Және ең жиі кездесетіндердің бірі Лифраумени синдромы деп аталады. Ол 5 мыңнан бірінде 20 мың жаңа туған нәрестенің бірінде кездеседі. Ісіктердің спектрі және олардың өмір бойы пайда болу ықтималдығы осылай көрінеді. Көріп отырғанымыздай, ми ісігі 3-ші орында. Қазіргі генетикада ену деп аталатын ұғым бар. Яғни өмір бойы белгілі бір аурудың пайда болу ықтималдығы. Сонымен, бұл синдром үшін 30 жасқа дейін ену деңгейі шамамен 50% құрайды. Яғни әрбір секунд сайын ісіктің қандай да бір түрі пайда болады. Ал 60 жасқа қарай ену деңгейі 90-100% құрайды. Яғни барлығы дерлік өмір бойы бір немесе бірнеше ісіктерді сындырады. Күдіктенуге мүмкіндік беретін критерийлер бар. Бұл синдромның болуы. Көріп отырғаныңыздай, бұл негізінен туыстарындағы ісіктің ерте көрінісі. Бірақ пациенттердің 20%-ында мұндай ботам мутациясы бар. Яғни туыстары жоқ, науқастың туыстары бар. Яғни ол тұқым қуалаған жоқ, бірақ пайда болды. Бұл слайдта мен ми онкологиясымен сипатталатын басқа генетикалық синдромдарды да атап өттім. Бүгінде бәрі өз денсаулығына және жақындарының денсаулығына саналы түрде қарау генетикалық талдауларсыз және генетиктің кеңесінсіз мүмкін емес екенін көрсетеді. Бұл біздің командада бар. Көмек сұраңыз. Сондықтан біз оның себептерін анықтадық. Біз бәрімізге әсер ете алмаймыз, немесе әсер ете алмаймыз. Ал енді ауруды ерте анықтау және біржола емдеу үшін өте маңызды прекурсорлар мен алғашқы белгілер қандай көрінеді. Белгілері. Олар жаһандық деңгейде ортақ ми деп аталатын нәрсеге бөлінеді. Және ісіктің орналасуына байланысты жергілікті. Және мидың негізгі жалпы симптомы бас ауруы. Бұл бас ауруының үдемелі сипаты. Ол таңертең пайда болуы мүмкін. Жөтелгенде және түшкіргенде күшейеді. Және жүрек айнуымен, құсумен бірге жүруі мүмкін. Жүргізілген зерттеулерге сәйкес, бас ауруы мидың бағасы бар науқастардың дәл жартысында, яғни жиі кездеседі. Эпилепсиялық ұстамалар пациенттердің 30-50%-ында бірінші белгі болып табылады, және ұстамасы жаңадан пайда болған ересектерде ісіктердің болуын күшті болжаушы болып табылады. Жүрек айнуы мен құсу әсіресе таңертең және тамақпен байланысты емес. Кейде бұл кейбір науқастарда бас сүйек ішілік қысымның жоғарылауына байланысты оптикалық ісінудің жалғыз оқшауланған симптомы болуы мүмкін. Емтихан кезінде маман оңай анықтайды, бірақ сонымен бірге пациент кейбір белгілерді байқай алады. Бұлыңғыр көру, екі жақты көру,
фокустаудың қиындауы, әсіресе көру қабілетінің жылдам қозғалысы, көз алдында жыпылықтайтын шыбындар және белгілі бір көру өрістері құлаған кезде соқыр нүктелер деп аталатындардың пайда болуы, сана деңгейінің төмендеуі, летаргиядан комаға дейін. Бірінші симптом патологиялық ұйқышылдық сияқты көрінуі мүмкін. Ол таңертең ұзақ ұйықтайды, немесе күні бойы аяғынан құлап кетеді. Келесі топ ісіктің қай жерде орналасқанына байланысты фокалды белгілер деп аталады. Егер ісік маңдай бөліктерінде пайда болса, тұлғаның өзгеруі жиі кездеседі. Көңіл күйдің кенеттен өзгеруі, агрессия немесе керісінше апатия мен немқұрайлылық, әлеуметтік нормалардың тарылуы, адам қоғамда орынсыз әрекет етуі, қатты сөйлеуі, орынсыз тақырыптарда әзілдесуі және басқа адамдардың жеке шекараларын бұзуы мүмкін. Бастамашылдықты жоғалту және бұрынғы хоббиге деген қызығушылықты жоғалту, эгоцентризм және эмпатияның төмендеуі, өзін-өзі сынаудың өзгеруі, науқас мінез құлқының өзгергенін байқамай, проблеманың бар екенін жоққа шығаруы мүмкін. Бұл өзгерістерді қоғам психологиялық немесе психикалық деп қабылдауы мүмкін. Әсіресе ерте кезеңдерде және ісік диагнозын, уақытша лоптарды, есте сақтау қабілетінің бұзылуын, галлюцинацияларды және ішінара ұстамалар деп аталатындардың болуын кешіктіруі мүмкін. Адам бір нүктеге қарап, киімін шымшып, ернін тістеп, мақсатсыз жүріп, күңкілдеп, шайнау қимылдарын жасай алады. Париеталды лоптарда ұю мен шаншу пайда болуы мүмкін. Жазуда, оқуда қиындықтар туындауы мүмкін. Және қарапайым есептеулер, желке бөлігіндегі ісік галлюцинациямен, жарқылмен немесе басқа түс өзгерістермен сипатталады. Ер адамның дірілдеуі немесе тепе-теңдіктің бұзылуы, сондай ақ ісік пайда болған кезде тыныс алудың, жүрек соғу жиілігінің және жұтынудың айтарлықтай бұзылуы. Оны бас діңі деп атайды. Бұл слайдта мен қызыл жалаулар деп аталатындарды көрсеттім. Яғни контрасты мұрт көрсетілген алғашқы белгілер мен көріністер. Халықаралық ұсыныстарға сәйкес скрининг деп аталатын нәрсені жүргізу. Яғни жыл сайын барлығы мидың мұрт сканерлеуін жүргізуі керек. Бұл бірінші кезекте халықтың осы проблемасының таралуы мен пайда болуының төмендігіне байланысты емес. Екінші, мақсатты скрининг тек жоғары тәуекелге ұшырағандарға, яғни генетикалық синдромдардың тасымалдаушыларына арналған. Мұны білу үшін генетикалық талдау қажет. Оның да алдын алу шаралары бар. Мидың сәулеленуін көрсеткішсіз болдырмау керек, әсіресе балалық шақта. Қосымша ақпарат менің Telegram каналымда. Өзіңе қамқор бол, денің сау болып, жақын арада кездескенше.